Құрамадан жарақатыңа байланысты сәл үзіліс алды деп естідім. Аяғым қатты көтерген кезде кәдімгідей дауыс шықты. Үзілді деп ойлаған жоқпыз, бірақ прям қатты жарақат болғанын өзім сезіндім. Екі әлем біріншілігіне қатыспайтын шығармын деп ойлаймын. Сәтсіздіктер сериясы алғаш жатқан кезде сені не алға жетелеп келе жатыр? Барлығын ұрасың дегенменше, бірақ сен қазір қорқып қалған сияқты болып тұрсың деді. Азия ойындарынан кейін мен былайша айтқан кезде сындым негізі. Досма дос қазақ боксшыларының бәрін ұтып келді. Біржан Жақыпты да жеңген кездері болған, иә? Мені қатты зерттеді деп ойлаймын. Қалай дайындалып жатыр, не істеп жатыр деген кезде көрейін десем өзім атына білмеймін, мен черный списокке тығып тастаған ба көрініп маған. Мырзағали Айтжан өзінің жеке шәкірттерін тартады деген сияқты көп пікірлер бар. Оның ішінде сен өзің жеке шәкірт болғаннан кейін саған да бір үш тиіп жатады, сен жеңілген кезде. Халықтан кешірім сұраған жылап жүрген кезінде өзім біртүрлі болып қалдым. Ағайды қиын кезінде тастап кеттім ғой деп ойладым. Өзіңе Санжар Ташкенбай мен Махмұт Сабырханды басты қарсылас санайды, иә? Қызғаныш, көре алмаушылық сезімі менде мүлдем жоқ. Мүмкін сол кісі болған кезде мен екі дүркін олимпиада чемпионы болатын бе деп ойлап қоясың ғой. Париж олимпиадасында маған боксшылардың арасында бір ауызбіршілік жоқтай көрінді. Ол кінәлі емес, бұл кінәлі емес. Сәкен мен Мырзағали Айтжан кінәлі сондай болып қалған сияқты. Қазақстанға жол қалай ашылды? Әкеңізден айырылған екеңіз де сол кездерде. Екінші мәрте келіп жатырмын. Екіншісіне қайта алмай қойдым мен. Қолымда документтерім еш жерде жоқпын. Ерте қызметін жасай алмай, әкеме көлік сыйлай алмадым деп іштей өкінемін. Сәлем достар, мен Ақыр Сейтқазы, YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі менің қонағым бокстан әлем чемпионы, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Сәкен Бибосынов. Сәкен, қош келдің. Рахмет. Осы маусым кішкене біткен маусым өзің үшін шамалы сәтсіздеу аяқталды. Оның үстіне жарақат алып қалғаның бар. Азия чемпионатынан кейін ұлттық құрамаға қуып жіберді деген сияқты ақпараттар таратып жіберді, бірақ негізінде қуып жіберген жоқ қой. Құрамадан жарақатыңа байланысты сәл үзіліс алды деп естідім. Енді қалай болды? Не жарақат қалай болды? Осы соңғы Азия чемпионатынан бастайықшы. Енді шақырғаныңызға рахмет. Енді Азия біріншілігінде енді олимпиададан кейін жақсы нәтиже көрсетемін деп барғам. Енді бәрі біз ойлағандай болған жоқ. Шаршы алаңға шығатын алдында жарақат алып қалдым. Сіңір дейді ғой. Екі сіңірім аяғым қатты көтерген кезде кәдімгідей дауыс шықты. Парт еткен. Оны біз үзілді деп ойлаған жоқпыз, бірақ прям қатты жарақат болғанын өзім сезіндім. Аяғым дұрыс баса алмай кәдімгі жаңағыдай қыздыратын разминка жасайтын кезде қайта аяғым тартылып қалып дұрыс разминка жасамай енді шаршы алаңға шығу керек болды. 5 минут қалған. Сонша ел қарап тұрғаннан кейін бір қорыққан сияқты болып қаласың шаршы алаңға шықпасаң. Сөйтіп намыс жібермейді, содан кейін шықтық шаршы алаңға. Оның үстіне өзбек боксшысы болды, иә, қарсылас? Өзбек боксшысы, ең сол Азия біріншілігіндегі басты қарсылас сол өзбек ұнайды. Сондықтан қалғандар кішкене оңайлау болатын еді. Енді жебеге байланысты бірінші кездесуде ойнадық. Енді бірақ досым атып емес қой, бірақ кішкене өзім ойлағандай ойнай алған жоқпын. Жарақаттың салдарынан сол әсерін берді. Рингте ұстаспаған кезде, белдерін дұрыс ұстамай, лақтырған кезде күш болмай келіп, елге келіп, сосын МРТ түсірген кезде екі сіңір үзілген екен. Операциясыз болмайды деді. Аяғың жармай қалады, спортпен ары қарай айналысам десең, операция қажет деді. Сосын Аллаға шүкір 20 желтоқсан күні операция жасағам. Қазір таңда 2 айдан енді асып жатыр. Қазір таңда реабилитация жасап, балтақпен жүрдім. Басында 2 балтақпен жүрдім, сосын 1 балтаққа көштім. Қазір таңда енді балтақ тастап, реабилитация жасап жүрмін. Алла қаласа бір апта 10 күн ішінде или 1 ай ішінде толық реабилитация бітіп, жаттығуымды бастайтын боламын. Яғни отаны Алматыда істедіңіз, иә? Иә, осы Алматыда жасадым. Ақылы түрде ма? Ақылы түрде болғанда, ақылы түрде жасаған жоқпыз, экстренер жасады. Мені жасаған Мейрамбек Оңғарович деген дәрігерлер мен таныды. Елдің намысын қорғап жүрсің ғой деп, енді саған демдегенде ертеректен срочно жасау керек деп отан жасады. Тегін жасап берді? Тегін жасап берді. Қандай күшті, рахмет дәрігерлерге өйтіп біліп, құрметтеп жатырған. Әйтпесе ол да кәдімгідей қаражат болатын шығар. Енді ол қаражат болғанда да федерация көтеретін еді деп ойлаймын. Иә, федерация басшылары Шахмұрат аға, Рауан ағалар маған үнемі хабарласып, жағдайым сұрап, көмек болса, біз әрқашан дайынбыз, қолдаймыз, қол көмегімізді береміз деп маған өз демеулерін көрсетіп жатты. Сәкен, жалпы біз андай жанкүйерлер сондай халық қой. Жеңіске жеткен кезде көтеріп ұстайды, жеңілген кезде жерге атып ұрады.
енді олимпиададан кейін, әлем чемпионатынан кейін сенің карьераңда кішкене бір құлдырау болып жатыр, иә, бір сәтсіздіктер болып жатыр. Бірақ енді бәріне мойымай келе жатырсың. Азия чемпионаты бар, Азия ойындары бар, иә, жеңіліс тапқан. Одан кейінгі Ташкенттегі әлем чемпионаты бар, одан кейін Париждегі олимпиада ойындары бар. Осылардың енді себебін осыған дейін іздеп сұрап көрген шығарсың, енді зерттеп деген сияқты. Жалпы осы қалай күш тауып келе жатырсың? Бір жеңілістен кейін бір жеңіліс, сөйтіп сәтсіздіктер сериясы жалғасып жатқан кезде сені не алға жетелеп келе жатыр? Енді табандылық дейді ғой. Бірінші кезекте табандылық танып жатырмын. Мойымаймын, берілмеймін. Өзімде арман, мақсатым бар. Енді Абай атамыз айтады ғой, қазақтың өлгеннен кейін жаман жоқ, тірісінің өсектен аман жоқ деп. Ол өсек деген сөз деген әрқашан айтыла береді, ол барлық салада бар. Сен қанша олимпиада чемпионы болсаң да, кеше чемпион болған ағаларымыздың артынан сөздер естіп жатырмыз ғой. Біз енді жеңілген кезде по-любому сөйлейді. Ешқайсысына мойымай, қарамай, олардың деңгейіне түспей, барлығына көз жұмып, еңбек етіп, мақсатының жолында келе жатырмын. Дегенмен енді оңай емес қой. Оңай емес, қанша енді спорт болғаннан кейін қиындықтар болады. Жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Жеңген кездерде, қуанған кездерде болды, Аллаға шүкір. Сәтсіздік кездерде болды. Соңғы кездерде өзіңіз айтпақшы, Ташкенттен басталды ғой, 2023 жылы әлем біріншілігінде өзімнің ұтып жүрген қарсыласыма есе жібердім. Енді оның себептері болды. Ол кезде де жарақат алған болатын. Үнді боксшысына, Депакқа ұтылдым. Содан ол кезде де жылдың аяғында жарақат алып, енді біз кәсіби спортшымыз ғой, кәсібилік көзбен қарамай өзімнен болды деп ойлаймын. Футболдан болды жарақат. Сол кезде өзімнің ана жерде бұғана дейді ғой. Сол ключицам сынып, 3-4 осколок майдаланып кетті. Ол жерде осы Алматыда да ота жасап, 2 ай жаттығу жаса алмай, сосын жаттығуымды бастап, Ташкентте әлем біріншілігіне барған болатынбыз. Бірақ өзім бірінші бой жеңіл қарсыластар түссе, бір шаршалаң сезініп алсам, ары қарай өз формама кіруіме сенімді болдым. Бірақ енді бірінші кездесудің өзіне үндік боксшы, осал қарсылас емес. Әлем біріншілігінде 21 жыл чемпион болған кезімде екінші кездесуімде ұтқан болатын. Мықты қарсылас. Соған енді 3-2 есебімен ұтылып қалдым. Сосын одан кейін Азия ойындары. Азия ойындарына бар. Азия ойындарда енді өзімнің басты қарсыласым, әйгілі қарсылас енді олимпиададан 2 дүркін олимпиада чемпионы болды ғой. Барлық әуесқойда қандай титул бар, соның барлығын алды деп ойлаймын. Енді шын жүректен құттықтаймын, ол енді басты қарсыласым. Азия ойындарында ұтылып қалдым. Азия ойындарында қателікте өзінен болды. Тактикалық тұрғыдан дұрыс тактиканы орындай алмай шықтым. Дегенмен бірінші раундта дұрыс ойнаған сияқты едім, бірақ 5-0 есебімен қарсылас тарапқа қарай берді. Ондай нәтиже көрсетпеген едің, иә? Сол кез ұтылдым. Сосын Ташкентте әлем чемпионы болған 48-де Санжар Ташкенбай болды. Сосын 54-те Махмұт Сабырхан. 51-де ұтылып қалдым. Сосын Азия ойындарына тағы ұтылдым. Сосын ұлттық құраманың бас бапкері, өзімнің жеке бапкерім Мырзағали Айтжанов. Сосын сындар болды, қанша сөздер болды. Артымыздан әңгіме айтылып. Сосын Азия ойындарынан кейін мен былайша айтқан кезде сындым негізі. Сосын Спартакиада қайттан барлығын іріктейді деді. Ол кезде Спартакиада тек Қамшыбек Қоңқабаев ағамыз бен Асланбек Шынберген ағамыз қатыспайтын болды. Олар енді Қамшыбек ағамыз лицензия алды. Асланбек ағамыз енді жақсы кездесу өткізіп қанша ойнаған соң ол келесі лицензиялық турнирге сол баратын белгілі болып тұрған. Басқа салмақтың бәрін қарайтын болды. Сосын Спартакиада мен қатыспаймын дедім Мырзағали ағайға. Есімде сол кезде Азия ойындарынан кейін настроениеңіз, яғни былай айтқанда көңіл күйіңіз болмай, кәсіби босқа кететін шығармын. Қазір қатты бір қынжылып тұрғаныңды көрдім Азия ойындарынан кейін. 2023 жылы олимпиада бір-ақ жыл қалған, бірақ енді бір мақсатыма жете алмайтын сияқты сезіндім сол кезде. Қатты қиындық, ұтылғаннан кейін бас қарсылас досыма ұта алмай тұрмын ғой деп ше. Ертең олимпиада қандай нәтиже көрсетемін деп. Артта сен жеп баратқан елің тұр. Сосын сіз өзіңізбен жолыққан кезде өз ақылыңыз айтқаныңыз есіңізде шығар. Спартакиадаға қатыссаң Токионың алдында қанша қиындықтан кейін жақсы болған еді ғой. Мүмкін сондай болып тұрған шығар деп.
сонда да үйге келдім. Сосын бір кішігірім операция керек деп айтқан маған бір дәрігерлер. Мен де сол операцияны жасап сөйтіп дем алып, Спартакиада қатыспаймын, басқалар қатыса берсін деп, жаңағыдай 51-де кімді алып барғысы келеді, соны алып бара берсін деп. Сол кезде Мырзағали аға айтты маған, қорқып тұрсың ба деген сияқты, мен намысыма тиетіндей кәдімгі сөздер айтты. 51-де барлығын ұрасың дегенменше, бірақ сен қазір қорқып қалған сияқты болып тұрсың деді. Сол кезде мен ағайға да қорықтым, болды ағай деген сияқты болдым да, сосын дәрігерлер маған операция керек емес, денсаулығың бәрі жақсы деді. Сосын өзіме енді өз отбасыммен ақылдасын, қатысайын онда деп, анам өз ақ батасын берді, қолдаймыз деді. Келіншегім, әрине сіз неге қаласаңыз, біз соңыңызда демеуіңіз боламыз деп. Сосын өзім ағам бар, мен бокс алып келген, басты бокстың әліппесін үйреткен ағам өз айтты, осы Спартакиада қатыс, барлығын ұрасың, ары қарай лицензия бармасаң бармай-ақ қой, бірақ дәлелдеш, сен осында барлығын ұрасың 51-дегі елдегі деді. Сосын мен өзім жақсы настрой қойып, тыңғылықты дайындалып, тәртіппен дайындалдым. Аллаға шүкір, Спартакиада өз бабымда болып, барлығын ұттым. Сосын лицензияға бардық, сосын лицензия ұтып алдық. Италияда 4 кездесу өткізіп, бірінші әлемдік лицензиялық турнир жеңіске жетіп, сосын Париж олимпиадасына лицензиялық, сосын Париж олимпиадасына бардық. Бабымда бардым негізі. Парижге. Иә, бабымда болдым, кішкене бағым жанбай қалған сияқты. Өйтіп басты қарсыласым Досматовпен екінші кездесуім. Бірінші кездесуімде мықты түрік боксшы еді. Еуропа чемпионаттарында жүлде салып жүрген, Еуропа ойындарының чемпионы, мықты қарсылас еді. Оны 5-0 ұттым. Сосын өзімнің басты қарсыласым Досматовпен жекпе-жек өткіздік. Дегенмен бірінші раундта мен жақсы тактиканы дұрыс орындап, қарсыласымның бір соққысында тигізбей, жақсы өнер көрсетіп кеп бұрышқа отырған кезде есеп сұрадым, шот қандай болып жатыр деген кезде 3-2 деді ағай. Сол кезде ойладым, что-то бермей жатыр ғой деп төрешілер. Сосын екінші раундта вроде нормально ойнап келгем, жақсы ойлаған сияқтан 3-2 қарсылас тарапқа берді. Екінші раундтан кейін 2-2, екі төреш мен ұттым, екі төреш мен Досматов ұттыр, бір төреш шешуші, француз төреш еді. Бірақ дегенмен үшінші раундта бір соққа көрініп қалды маған, кәдімгі басым былайын ұшқан кезде. Ол да төрешілері керек болып тұрған нәрсе ол. Сен бірден 5 төреші қарсылас тарапқа берді, қорытынды есеп 3-2 болды. Бірінші раундта мүмкін 5-0 бергенде біздің тактикамыз, біздің жаңағыдай ойлағанымыздай болатын еді. Төрешілер жақсы өнер көрсеткен келіп тұрған раундта бермеген жоқ. Барлығы сол Досматов ойлағандай болды ғой. Бапкерлерінің, в общем, кішігірім қысым болды. Сосын бапкерлерден қандай қысым болды? Жоқ, бізге сырт жақтан қысым болған сияқты болды да. Енді мен бірақ кінәні сырт жақтан ешкімнен іздемеймін, мен өзімнен іздеймін. Адам бірінші кінәні өзінен іздеу керек. Мен не үшін ондай мүмкіндік бердім оған, 3-2 есебінен болатындай. Мен бір бас жоғарғанда ешқандай мүмкіндік бергенімде төрешілер ешқандай қысым көрсете алмайтын еді ғой деген өз-өзімен кінәні артып, сосын келіп дайындалып, сол Азия біріншілігіне барып алтын алым деп ойладым. Енді барлығы ұтылған, барлығын жуып шайып алтын алым келді. Бірақ өкінішке орай бәрі кері кетті, мен ойлағандай болған жоқ. Енді қазір осындай қиындықтарын өтіп келе жатырмын. Аллаға шүкір. Алла сүйген құлдарын сынайды дейді ғой. Осындай сынақтар келді. Басыңа келген жақсылық Алладан, ал жаманшылық өзіңнен дейді ғой. Осындай жаманшылықтар өзім кінәлі шығармын қазір таңда. Артыма қарап, не үшін бұндай болып жатыр деп мен Аллаға емес өз-өзіме сұрақ қойып, барлығын реттеп жүрмін. Алла қаласа өзінің арман мақсаттарыма қол жеткіземін деп ойлаймын. Жақсы, біз тілектеспіз. Осы жаңағы Хасанбай Досматов туралы енді сіздің салмағыңызда Хасанбай енді әлемнің нөмір 1 спорт саналады. Оның үстіне Досматов қазақ боксшыларының бәрін ұтып келді. 48 елде жеңді, 51-ге ауысып жеңіп жатыр. Біржан Жақыпты да жеңген кездері болған, иә. Әлі есімде Париж олимпиадасынан кейін сұхбат бергенде Хасанбай мен ең басты қарсыласымнан өттім, енді қалғандарынан бірде мен өтіп шығамын деп айтқан болатын сұхбат берген кезде. Ол да яғни сізді басты қарсылас санаған екен. Негізі сіздің бойыңыз ұзын, қолыңыз ұзын, жалпы қандай қарсылас? Бокста, шаршы алаңда Хасанбай сіз үшін ыңғайсыз қарсылас па? Көбіне немен алып кетеді ол жекпе-жекті?
Әлде мүмкін жаңағы төрешілер, жаңағы бапкерлері ұр деп айта береді ғой, молодец, молодец, осылай деп, бірандай, қалай айтсам, бір сеспен, бір жаңағы оңды солды жұмсала берген соққыларының көптігімен де мүмкін төрешілердің назарын аударатын шығар. Әрине мен оның соққысы жоқ деп тұрған жоқпын. Жалпы қандай боксшы сізге бокстасқан кезде онымен қалай дайындаласыз, қай жері ыңғайсыз дегендей? Енді маған ыңғайсыз қарсылас емес. 21 жылы чемпион болған жылы бірінші кездесуімде осы Досматовпен жиребе тарту байланысты бірінші кездесуімді ұтқанмын. Сол жылы әлем чемпионы болдым, Аллаға шүкір. Енді одан соң ол мені қатты зерттеді деп ойлаймын. Мені зерттеп, тактиканы дұрыс қойып, соның арқасында жеңіске жетіп жатыр. Енді біреулер бойы кішкентай, мықты боксшы емес дейді. Жайдан жай адам екі дүркін олимпиада чемпионы болмайды деп ойлаймын. Соққылары ауыр шығар? Соққылар ауыр. Енді ол бойы кішкентай болғанмен, бірақ өзінің жаңағы қойылған коронный дейді ғой, коронный қапталдан ұратын боковой соққылары жақсы қойылған. Ода сен тіке соққы ұрып тұрсаң да ол боковойын жеткізеді деген сияқты ғой. Сол жағы кішкене басымда оның. Сосын бәрі оны Өзбекстанда профессор деп айтады екен. Өзі жаңағыдай Толқан Қалайчев ағамыз, одан кейін жаңа барлық боксерлар да не үшін деп сұраймын ғой, не деймін. Ол айтады, бір қарсыласым ойнайтын кезде бапкермен бірге бір сағаттап зерттейді сен дейді да. Ертесі күні ойнайтын қарсыласыңды бір күн бұрын қатты зерттейді, сосын оны профессор деп айтады деп. Сол жағынан кішкене мықтылау шығар. Құрметтеймін. Енді екі дүркін олимпиада чемпионы болды ғой. Мен мүмкін соны ұтқан кезімде мен де олимпиада чемпионы болуы мүмкін еді. Енді бәрі Алланың қалауымен, Алла білуші ғой. Бірақ енді бас қарсыласым сол еді, қиын болатын жекпе-жекте сол еді. Оны ұтқан кезде ар жағындағы қарсыластар оңайлау болатын еді. Оңайлау болатын еді. Жалпы өмірде араласып тұрасыз ба? Жалпы сіздер осы Өзбекстан құрамасының боксшыларымен жақсы араласып тұрасыздар, иә? Соның ішінде осы мен енді Хасанбаймен постоянно Инстаграм болсын, WhatsApp'та номер алып өйтіп араласпаймын. Көрген кезде сәлеміміз түзу, оған ешқандай жаманшылық ойнамаймын. Мен рингте қарсыласпыз ғой. Былайша айтқан кезде жамандығын көрген жоқпын. Енді жеңіске жетіп жатыр. Қарсыластарым бірі болды. Былайша айтқан кезде Инстаграмда бірақ несін көресің ғой, қалай дайындалып жатыр, не істеп жатыр деген кезде көрейін десең өзім атына білмеймін, мен черный списокке тығып тастаған ба, көрмейді маған. Сондай жағы бар сияқты. Саған Инстаграмда шықпайды ресми аккаунты. Маған көрмейді, иә. Басқа біреуден көрсем көрінеді. Черный списокқа тастаған, оны салып қойған. Мүмкін. Жалпы осы Хасанбайдан ұтылған сайын ең қатты сынның астына қалатын, осы Қазақстан құрамасында ең көп сынға қалатын боксшы өзің сияқтысың. Өйткені басқа ешкімді дәл олай желі қолданушыларды, жанкүйерлерде ондай көп ешкімге ренжімейді, бірақ Хасанбайдан жеңілген кезде өзіңе қатты ренжитін. Мүмкін ол жаңағы Өзбекстан ең бір басты қарсыласымыз болғандықтан, оның ішінде Хасанбай Досматов біздің қазақ боксшыларын үнемі отып кететіндіктен, бір сен есе қайтарса, бір қуанса деп ойлайтын шығар жанкүйерлерде енді. Бірақ осынша сынмен, осынша өзіңе қатысты айтылған неше түрлі әңгімелермен, қаңқу сөздермен қалай күресесіз? Не көмектеседі сізге? Бір қатты ауыр алған кездеріңізде болған шығар, қатты ауыр тиген кездерде осындай айтылған пікірлердің, сындардың, реніштердің, жанкүйерлердің. Сын түзелмей, мін түзелмейді дей ма, қалай еді? Бірақ сынды да дұрыс айту керек қой. Бір әр нәрсені өз маманы сөйлеген дұрыс қой. Біреулер үйінде жатып алып, дұрыс нәрселер жазбайды. Намысқа тиетін, енді намысын оятайын деп айтатын жер. Бірақ андай жеке сенің шекараң өтіп кететін жанкүйерлер де бар. Бірақ оның ешқайсысына мән бергім келмейді. Олардың деңгейіне түсіп, олармен қалай айтсам еді, сөз таласы, олармен уақытым құр кетіргім келмейді, құр босқа. Өзі жаңағыдай өз бокстың мамандары бар, солар келіп айтады, сен мына жер дұрыс жасаған жоқсың, сен былай істеу керек еді, сен былай жасау керек еді деп. Соларды тыңдаймын. Ал былай айтқан кезде комментарияға көп мән бере бермеймін. Олар мен өткен қиыншылықты, жүріп өткен жолды ешқайсысы білмейді. Мен шаршалаңға шығамын да, мен Досматовтан ұтыламын деп шықпаймын ғой. Ұтқым келеді, әрине. Жоспармен, мақсатпен, түнімен оған жоспар қойып, настрой қойып, бапкермен ақылдасып, былай ұрсақ, былай істесек болады деп шығамыз. Өкінішке орай, енді мен одан 5-ші ұлды іздеп ұтылып жатқан жоқпын. Бойлардың барлығы
оған берсе де болады, тең дәреже, маған берсе де болады. Бірақ бірінші кездесуімде қанша қазақтар ұтпай жүрген кезде 21 жыл ұттым ғой. 4 кездесу өткіз, 3 рет ұтылдым, 1 рет ұттым. Барлығы үлкен жарыстарда ғой. Кейде ойлайсың, үйде отырып, келіншегіммен, анамен шай ішіп отырған кезде, осы досым атып бір жолымды байлады ғой деген сияқты. Бас қарсылас сол, неге сол кәсіпқойда жүре бермеді деп ше. Сол болмағанда үлкен результат көрсететін едім ғой деп. Енді қалжыңдасамыз, бірақ енді спорт қарсыластан таңдамайсың ғой. Жалпы командада Мырзағали Айтжанов өзіңнің жеке бапкерің, ол кісі ұлттық құраманы талай жыл басқарды, біршама жыл тізгінді ұстап, қанша олимпиада чемпионы шықты, әлем чемпиондар шығып жатыр. Осы Париж олимпиадасының алдында да Ташкенттегі әлем чемпионатынан 4 алтынмен оралды елге Айтжановтың басқаруымен. Мырзағали ағайды тура сол жарыстың алдында командаға қайта келген есімде 2023 жылы. Енді Париж олимпиадасынан кейін бапкеріңіз Мырзағали Айтжановты алып тастап, бүкіл жаңа команданың нәтижесіне енді сол кісі кінәлі сияқты сезімде қалдық. Негізінде енді ондай емес екенін кәсіби мамандар барлығы біледі, журналистер де біледі. Енді командаға үлкен қысым болғанын біледі. Бірақ енді олимпиададан кейін осы Мырзағали олимпиадаға дейін де Мырзағали Айтжановқа да айтылатын енді сын пікір көп болды. Енді ол кісінің сын пікірмен қалай күресетінін білем, ол кісінің парасатының жоғары екенін білем. Бірақ жаңағы Мырзағали Айтжанов өзінің жеке шәкірттерін тартады, Айтжанов таныстарын алады командаға деген сияқты көп пікірлер бар. Оның ішінде сен өзің жеке шәкірт болғаннан кейін саған да бүріш тиіп жатады, сен жеңілген кезде, кеше спартакиададан кейін де мысалға спартакиадаға қатысып жеңіп шыққанға дегенде сөздер болды ғой. Жалпы осы олимпиададан кейін Мырзағали ағайды бас бапкерліктен алып тастады, командада нәтиже дұрыс болған жоқ, алтын жоқ. Ағайыңызға қалай қолдау көрсеттіңіз? Мырзағали бұл сынақты қалай қабылдады? Енді олимпиадада алтын болмады, бір кісі кінәлі болу керек болды. Енді біздің ұлттық құраманың бас бапкері, мен жеке бапкерім Мырзағали Айтжанов Құланұлы бапкеріміз кінәлі болды. Дегенмен ол кісінің еңбегін ешкім жоққа шығара алмайды деп ойлаймын. Ташкентте осының алдында 2023 жылы 4 алтын алды. Бас қарсыластарымыздың үйінде алды, Өзбекстанда. Сосын 2013 жылы әлем чемпионатында осы Алматыда өткен 4 алтын алды. Сосын одан кейін Азия ойындарында 7 алтын. Азия ойындары, олимпиадаларда қанша рекордтар қойған кісі. Сосын Лондон олимпиадасы, Рио олимпиадасында алтын, күміс, қола бәрін алып берді. Токио олимпиадасында ол кісі алып барған жоқ. Енді олимпиадаға бір-ақ жыл қалған кезде ұлттық құраманың бас бапкері болып қайтадан тағайындалды. Енді осындай нәтижеге біздің бапкерді кінәлі санады. Дегенмен бапкердің барлық боксшыларды өз бабында алып барды деп ойлаймын. Ол кісі ұлттық құрамада толық лицензияны алып берді. 7 боксшының барлығы ұтты, лицензия жеңіп алдық, олимпиадаға бардық. Сосын енді ұтылған кезде, мен өзім олимпиада ұтылып қалған кезде, сонда бір ұтылғаннан кейін 1 апта жүрдім Парижде. Сосын үйге қайттым келді. Үйге қиындықтар болды, отбасыма көңіл бөлейін, кішкене демалайын деп қанша сындар болды. Сосын Нұрбектің бойына қалмай, финалға қалмай қайтып кеттім, билет ауыстырып кеп Шымкентке келген кезімде ағайын интервьюін көрдім да ше, көзіне жас алып тұрған. Ол кісіні мен білем ғой, тіке мінезді, ешкімге не істемейтін, мойынсұнбайтын, мықты кісі, тұлға ғой былайша айтқанда. Сол кезде халықтан кешірім сұраған, жылап жүрген кезінде өзім біртүрлі болып қалдым. Ағайды қиын кезінде тастап кеттім ғой деп ойладым. Қасында болуым керек еді. Тағанса олимпиада бітіп сол кісімен бірге келуім керек деп өзім кінәлі сезіндім. Бірақ енді бапкеріме сол кезде WhatsApp-пен хабарласып көңіл күйін көтердім. Не істейсің деп ағай өз-өзін әлі сынбағанын айтты. Алла қаласа болғанда өтеміз, жақсы нәтижелер қол жеткіземіз. Ондай барлық жерде болады ғой деп ол кісі қайта маған демей бергенде болып қалды. Ол кісінің өзіңіз де білесіз ғой, өте мықты кісі. Алла қаласа өзінің мақсат арманы бар, өзінің жеке шәкіртінен олимпиада чемпионы шығару. Алла қаласа сол мақсатына жетеді деп ойлаймын. Жалпы Мырзағали қандай кісі, жаттығуда қандай кісі, оның өзіңе көрсеткен бір ең үлкен жақсылығын, бір ең үлкен көмегін, мүмкін бокста болмаса өмірде айтып өтесің бе? Аға енді бізде тек қана спорттық емес, өмірлік
жағынан да бізге тәрбиелеп әрқашан демеуін ақылын айтып жүреді. Спорттағы әкеміз. Енді сол кісіге келіп, Аллаға шүкір, әлем чемпионатының қола жүлдегері, әлем чемпионы болдым, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, Азия ойындарына қатыстым, Азия чемпионатының күміс жүлдегері болдым. Жақсы, мықты нәтижелер қол жеткіздім. Енді бәрі Алланың қалауымен, Алланың арқасы, бірақ бірде-бір себепші кісі осы Мырзағали Құланұлы қашанда өз демеуін беріп жүреді. Ол кісі бір тереңге батып кеткен адамды шығарып алатын кісі, Иә, әрине. Сен мықты боксшымен шығатын болсаң да, ол айтады, қарсы түгі жоқ қой дейді. Мысалы, Тосматпен шығатын кезде де түгі жоқ қой, бой кішкентай. Сенің қанша салмақ көп қуат, давай деп өз-өзіңе ғана сеніміңді оятады. Бірінші 2019 әлем чемпионатына Екатеринбург барған кезде Олимпиаданың күміс жүлдегері, әлем чемпионатының қола жүлдегері, колумбиялық боксшымен жұдырықтасаң деп жатырмын. Ол айтады, бапкерім айтады, ол 49-да Олимпиаданың күміс жүлдегер, сен 52-сің ғой, түгі жоқ оң деп, сол кезде өзіме демеу беріп, сол кезде жеңіске жеткем. Сосын екінші раундтардан кейде шаршап отырасың ғой, сен шаршасаң ол өлді деп қояды, қарсыласың. Сондай немелер береді, демеулер беріп. Жақсы настрой қояды, білікті маман, өз ісінің маманы. Бірақ өмірде де маған қанша жақсылықтарын тигізді. Ағайға тек қана алғысын айтамын. Ана бір интернетте, желіде бір үзінді жүр, сіздің бокстан әлем чемпионаты Екатеринбург қой деймін, үзіліс кезінде ағайдың саған айқайлап отқаны. Екінші раундтан кейін, жеңіске жеттің келе ма деп, маған қара деп айтады. Десем, шығасында былай жасайсың деп айтады. Ол да кәдімгідей үзіліс кішкентай уақыт беріледі ғой, енді үзіліс демалысқа. Сол кезде кәдімгідей ол сөздерде сіздерге көмек болатын шығар. Әрине, 1 минуттың ішінде бапкеріміз жақсы тактиканы, сосын сенің қалай жұдырықтасуың керегін барлығын дұрыс айтып, шаршағанда қалай жұдырықтасып жатқаныңды қарсыласыңа қарай тактиканы өзгерте алады. Түсінікті. Жалпы Сәкен осы спартакиада туралы айтқан кезде, жалпы Қазақстан құрамасында өзіңе Санжар Тәшкенбай мен Махмұт Сабырханды басты қарсылас санайды, яғни үшеуіңде салмақтарың жақын, біреуің 48, 51, 54. Енді негізі үшеуің, егер бұрынғыдай 10 салмақ дәрежесінде Олимпиада бағдарламасында болғанда, үшеуің сол 10 салмақтың үшеуің де баруға лайық адамсыңдар, үшеуің де еліміздің беткештер боксшылары. Бірақ енді қазір салмақ дәрежелерін қысқартып, қыздар әйелдер боксынан салмақ көбейтіп, бір баланс теңдік ұстап жатыр ғой. Біраз салмақты алып тастады. Сондықтан бұл ел ішіндегі бәсекелестікті арттырып тұр. Алдымен Олимпиадаға, Токиоға дейін Махмұт Сабырханмен екеуіңді қатты салыстырды. Токиодан кейін Санжар Тәшкенбай екеуіңді салыстырды. Әлі есімде Токионың алдында Қазақстан чемпионатында жеңілдіңіз ғой, Махмұттан. Өте агрессивті, сондай екеуіңде көздерің бір-бірлеріңмен атып, оның үстіне Махмұттың кішкене халықтың алдында жақсы шоу көрсететіні бар, соның бәрі күшті бір керемет кеш болды, жекпе-жек болды. Содан кейін Токиоға Махмұтты апару керек деген сияқты әңгімелер болды, енді лицензияны өзің соңғы алғаннан кейін. Осы екі жігітпен салыстыруға қалай қарайсың? Одан бөлек спартакиадада Санжар Тәшкенбай екеуінің жекпе-жегіңді көп күтті. Санжардың өзі жұлқынып шықты дегенде, мысалға, ол да бір жақсы шоу болды. Ел ішіндегі осы екі бәсекелесің мен жекпе-жек жайлы, олармен қарым-қатынасың жайлы айтып өтесің бе? Енді бірінші кезекте 2019 жылы Спартакиада өтті. Ел чемпионаты ғой. Ол кезде ұлт құраманың бас бапкері ғалым Кенжебаев ағайымыз. Сол кезде Махмұт та қатысты ол Спартакиадаға. Ол бірінші кездесуін ұтып, екінші кездесуінде Евгений Павлов деген боксшы бар. Соған ұтылып қалды, қателеспесем. Сосын мен Спартакиада финалда сол Евгений Павловты ұттым. Спартакиаданың чемпионы атандым. 19 жылы. 19 жылы. Азия біріншілігінен кейін ол. Азия біріншілігінде біздің салмақта Анвар Музафаров бар. Мен сол кезде екінші нөмірлі боксшы едім. Анвар Музафаров ұтылып қалды Азия біріншілігінен. Сосын қайтадан іріктеу болды Спартакиада. Спартакиада чемпион болғаннан кейін мен бірінші нөмірлі боксшы болдым. Сосын президент кубогы өтті. Президент кубогы Астанада. Сосын қайтадан Махмұтпен өгізі жұдырықтасын, бірінші рет Махмұтпен сол кезде жұдырықтасын, ақтықсында Махмұт ұттым. Сосын ол әлі ересектер арасында толық өтпеген. Сосын ол жастар арасында Азия біріншілігіне кетті, Моңғолияда өтті. Мен Екатеринбургке әлем біріншілігіне бардым, алғашқы әлем біріншілігіне. Сол кезде мен 3-ші орын алдым. Қола жүлдегер. Қола жүлдегер алдым. Басқа ұтылып қалған салмақтарда
басшылар айтыпты, жиналыс болған, енді кім қалай результат, міне ол жақта жиналыс болды, не үшін қалай болды деп. 57 мен 63-ті 75 сол 3 салмақты лицензиялық турнирі қайтадан қарайтын болды Ақтауда. Сол 3 салмақты қайтадан қарады. Мен өз салмағымда бірінші боксшы болып қалдым. Олимпиадада, әлем чемпионатында қола медаль алған соң іріктеу бірінші лицензиялық турнирге мен баратын болдым. Соның өзінде кішігірім мен Амманда болды. Амманға барым керек, бірақ Ғалым Кенжебаев мені алып барғысы келген жоқ. Дегенмен енді басшылар тек ана 3 салмақты қарайсыңдар дегеннен кейін алып барды. Менен бұрын 7 боксшы лицензия жеңіп алды. Мен бірінші кездесуімде Азат Үсенәлиевті ұттым. Қырғыз боксшының екінші кездесуімде Қытай боксшыны ұтылып қалдым. Қытай боксшы сол кезде Амманда чемпион атанды. Мен четверт, бізде бір салмақта Азия квалификациялық турнирде 6 боксшыға беретін еді. Мен 5-ші болып жеңдім. Қосымша кездесуінде Филипп Палам деген боксшы, филиппиндік. Соны ұтып, жеңіске жетіп, лицензия жеңіп алдым. Ең соңғы сәтте есімде, жылап жүргенде есімде. Барлығы лицензия орын алған, барлығы чемпион 2-3 орын алып лицензия. Мен тек лицензия алып келдім, медаль жоқ менде. Аллаға шүкір, лицензиямен қайттым абыроймен. Сосын карантин болды елде. Бір неге шегелді, бір жылға Олимпиада. Бірақ соның өзінде сосын әлемдік Францияда лицензиялық турнир өтетін еді. Сосын Ғалым Кенжебаев Сәкен Олимпиада результат бере алмайды деген сияқты мен боксым ол кісіге ұнаған жоқ. Біздің Мырзағали ағайға бізге айтып ауыстырамын деді. Олимпиаданың алдында. Енді бізде Олимпиада андай ғой, именной ғой, лицензия тек маған берілген. Махмұт өз бару үшін біздің Қазақстан менің лицензиямнан бас тарту керек. Барып Франциядан Махмұт өз жеңіп алу керек болды. Солай жасамақшы болып тұрды. Солай айтылды. Аратына 10 күннен кейін Олимпиада жақын болып қалды, 21-ші жыл уже. Сосын МОК дейді, Международный олимпийский комитеттен сондай хабар келіп, лицензиялық турнир болмайды Францияда. Рейтингпен таратылатын болды. Сол кезде уже Олимпиадаға 2 ай ма 3 ай қалған. Сол кезде официальный баратын белгі болып, лицензиям бар, бірақ барам ба бармай ма белгісіз болып жүрген. Екі ойда жүргенде жаман ғой. Әрине, дайындаласың ба, қалай Олимпиада дайындалып жатқандай боласың, бірақ сен баратын бармайтын белгісіз. Сосын официальный лицензиялық турнир болмайды, рейтингпен тарататын болды. Махмұт ондай рейтингке кірмейді әлі, ересек арасында үлкен жарыстарға көп ойнаған жоқ. Сосын лицензиям өзіне қалды. Сосын Токиоға бардық. Сосын Токиода медаль алдым, Аллаға шүкір. Қола медаль алдым. Одан соң әлем чемпионы болдық. Ода ешқандай ондай сындар көп болған жоқ. Барлығын дәлелдеп жүрген кез ғой. Сосын 23-тен бастап әлем біріншілігінде ұтылып қалдым, Азия ойындары. Сосын Ташкентбай Санжар 48-де жарқырап шыға бастады. 48 мен 51 ол бөлек салмақ. Енді 51 олимпиадалық салмақ қой. Бәсекелестік ол жерде өте жоғары. 48 келер, енді мен менсінбей жатқан жоқпын, бірақ енді ол жақта да қарсыластар бар. 51 мен 48 салыстыруға келмейді. Сосын Сәкен болды деп айтқандар да болды, ауыстыру керек деп. Сол кезде енді Азия ойындарынан кейін Спартакиада Аллаға шүкір барлығы сол екеуміздің кездесуімізді күтті. Бір Санжар ұтқан кезде бір әлем олимпиададан ұтқан сияқты маған көп адам құтты болсын деп жазғандар да болды. Мен олимпиадада әлем чемпион, олимпиадада қола медаль алып чемпион болған кезде ондай қолдау күтпегем. Бір Санжар ұтқан кезде енді Санжарға әлем чемпионатынан қатты танымал болып кетті ғой. Сол сияқты. Бірақ енді мен Санжарға, Махмұтқа деген көзқарасым, қызғаныш, көре алмаушылық сезімі менде мүлдем жоқ. Олай жасай алмаймын да. Мен әке-шешем ондай маған тәрбие бермеген. Олар нәтиже көрсетіп жатса, мен өте қуанамын. Енді спорт болғаннан кейін сондай болады. Шаршы алаңда ғана бәсекелесеміз. Ал былай сырттай сборда жүрген кезде аға бауыр болып араласамыз. Сосын енді Махмұт Олимпиада 57-ге барды. Ол 57 ұтылып қалғаннан кейін кінәлі тағым Сәкен кінәлі, Мырзағали Айтжан кінәлі болады екен. Ол салмаққа біз Махмұтқа, Ильяс ағай екеуіне біз 51-де мен барам, лицензия мен ұтып алам, сен 57 ойна деп оған ешкім айтқан жоқ. Олар өздері 51-ге салмақ қоя алмайтын болды. Оны іште жүрген адамдар білмейді. Енді 51 мен 54-дің арасы 3 килограмм түсіре салады дейді. Ол салмақ қуу деген оңай нәрсе емес. Ол мысалы салмақ қуып 51-ге түсірсе, ол тек салмақпен күресіп қалуы мүмкін да ше, ол қарсыласпен емес, ол тек салмақпен күреседі. Сондай іштегі
ішкі кухняны білмейтіндей сырттай жаза береді, оны 51-ге нан апару керек, анау мысалы 48-дегі Санжарды апару керек деген еді, ол массасы жетпеді маған, күш жетпеді. 51-де салмақ қуат, ол жерде басқа бокс 48-ге қарағанда. Яғни бокста салмақ дәрежелерінің арасы 2-3 келі болғанмен де соның өзі үлкен рөл ойнайды. Иә, әрине. Енді ол Махмұт 54 ойнап жүріп, 57-ге лицензияға барды, оны ешкім сен 51 ойнамайсың, сен 57 бар деп оны өзінің бапкері де айтқан жоқ, оның өздері шешімдері сондай болды. 51-ге салмақ қуатымызда дұрыс бокс алмай қаламыз деп. Сосын 57-ге барып, енді Олимпиада өкінішке орай жеңіліс тапты. Ол кінәлі емес, бұл кінәлі емес, Сәкен мен Мырзағали Айтжанов кінәлі, сондай болып қалған сияқты болды. Түсінікті. Жалпы осы командадағы ауызбіршілік қалай? Осы Париж Олимпиадасында маған боксшылардың арасында бір ауызбіршілік жоқтай көрінді. Мүмкін бапкерлерінің арасында, білмедім, маған сырттай солай көрінді. Өзім журналист ретінде бардым. Мырзағали Айтжановтың өзі де Олимпиадаға дейін де кейін де ауызбіршілік туралы өте көп айтып жүрді. Өзің не ойлайсың, командада бір тепе-теңдіктің жоғалған кездері болды ма? Енді былайша айтқанда ешкімді жамандамаймын, бірақ ауызбіршілік әрине керек. Ауызбіршілік болған жерден нәтиже болады деп ойлаймын. Ауызбіршілік жаңағыда басшылардан бастап ауызбіршілік керек, сосын бапкерлер, сосын ұлттық құрамада жігіттер барлығында ауызбіршілік болу керек деп ойлаймын. Енді мысал келтіретін болсақ, Өзбекстан 5 алтын алды ғой. Олардың Олимпиадаға дейінгі ауызбіршілігі, басшылардың, сосын бапкерлерінің, ұлттық құраманың барлық ауызбіршілігінің арқасында, ынтымақтықтың арқасында осындай жеңіске жетті. Бірақ бізде ондай жоқ деп айта алмаймын. Бізде де бар. Өкінішке орай, бізде енді біреулер мүмкін көре алмаушылық бар шығар. Басшыға бағыну керек қой негізі. Кішкене басшыға бағынып, ауызбіршілікті ұстап, бапкердің айтқанын тыңдау керек. Енді әркім әрқалай түсінеді ғой. Мен бірақ қазір мен мына жерде ауызбіршілік жоқ десем, ұлттық құраманы бір жамандағандай боламын. Ондай ауызбіршілік болды бапкерлерде де, бізде де барлығында. Бірақ нәтиже осындай болып тұр. Енді қазір таңда енді ұлттық құрамада ауызбіршілік, ынтымақтастық, ынтымақ бар деп ойлаймын. Енді бұйыртса алдағы жарыстарда үлкен нәтиже көрсетеді ұлттық құрамамыз. Енді барлығы былайша айтқан кезде Олимпиадаға келіп тіреліп отыр негізі нәтиже. Мысалы Мырзағали ағайымыз Ташкентте 4 алтын, 1 күміс алған кезінде барлығы Олимпиадада рұқсат болмаған еді, барлығы ұмытып кетті ғой. Енді 8 жылдан бері бокс алтын алмай алдық қой 2 Олимпиадада. Енді Алла қаласа Лос-Анджелесте қос-қостап алтын алдырып жатырмыз. Сол күнге жетейік, Құдай қаласа. Иншалла. Мынадай сұрақ, жаңа Ғалым Кенжебаев ағаның өзіңді аса жарата қоймағанын айттыңыз. Енді адам ретінде емес, мүмкін боксыңыз сізге ұнамаған. Бокс ретінде шығар, мен бокске де ренжімеймін. Мен ешкімге, халыққа да ренжімеймін, ондай реніш ешкімге сақтамаймын. Бірақ жаңағы айтайын дегенім, сол Ғалым ағай қызметінен кеткен кезде үлкен желіге жазба қалдырып, бір ғана өкінішім бар, Махмұтты Токио Олимпиадасына апара алмағаным деді. Ол енді бокске ренжімеймін, бірақ енді сол несі дұрыс деп ойламаймын. Енді кетіп бара жатып, уже Олимпиада өткен нәрсені айтып, мен Олимпиадада жақсы бір результат көрсеттім. Аллаға шүкір, қола медаль алдым. Жартылай финалда бойда негізі ұтылмадым енді. Былайша айтқан кезде бірінші раундта 5-0, екінші раундта 3-2 маған берді, үшінші раундта да 3-2 маған беріп тұр, бірақ басқа төреші берді. Қорытынды есеп 3-2 ағылшындық боксшы Галал Яфайға жеңісті берді. Ол Галал Яфай ақтықсында менің лицензиялық турнир ұтқан филиппиндік Паламмен жұдырықтасып жеңіске жетті. Мен осы бойды маған бергенде Палам маған ақтықсында оңай болатын еді. Сол кезде бір Токиода қазақ нәмдерін шырқататын едім. Кеше Бақтияр Артаев ағамыздың интервьюін тыңдадым ғой. Сол кезде айтты ғой, былайша жасырудың қажеті жоқ деп өзі айтты ғой. Бекет Махмұт деген атамыз сол кісі болған кезде қанша осы уақытқа дейінгі алтын, күміс барлығына себепші кісі деп, мүмкін сол кісі болған кезде мен 2 дүркін Олимпиада чемпионы болатын бен деп ойлап қоясың ғой. Түсінікті. Әрине ондай функционерлердің болғаны дұрыс, әлемдік ұйымдармен байланыста. Енді қазіргі басшылықта жақсы қарым-қатынас құрып жатыр деп ойлаймын. Иә, қазіргі таңда енді Шахмұрат Мүтәліп ағамыз келіп, түбегейлі өзгерістер алып келіп, қолынан келген барлығын жасап, бірінші кезекте жаңағыдай бізде барлығына туысқан тартады, ананы тартады, мынаны тартады деп сондай сөздер болып кеткен ғой. Қазіргі таңда тек қана кім мықты, соны алып барып жатыр. Әділдік орнатты. Ол кісілердің жұмыстарына оң деген баға беремін. Жақсы нәтиже көрсетіп жатыр.
алла қаласа еңбегін ертең алдағы жарыстарда нәтижесін көреді. Ертең енді екі әлем чемпионаты бар алда, иә. Біреуі ИБА, біреуі World Boxing. Негізі бұл да бір үй ішінен үй тіккендей болып қалады. Бір екі әлем чемпионатына қатысу, біреуінің жүлде қоры жақсы, біреуі лицензия береді, біреуі олимпиадаға, халықаралық олимпиада комитетінің қолдауымен құрылып жатқан ұйым, World Boxing. Жақында сұрағанда World Boxingтағы салмақ дәрежелері сәл өзгешелеу екен ИБАға қараған кезде. Осы екі чемпионаттың біреуіне қатысуға мүмкіндік берсе, қайсына қатысар едіңіз? Қазір таңда енді ол сентябрьде өтеді. World Boxingтікі әлі ИБАның әлем чемпионатының күні несі белгілі болған жоқ. Сол майда или июньда деп жатқандай болып жатыр. Бірақ мен дәл қазір ол екі әлем чемпионатына қатысатын болсам, мен Ташкентте қателікті жасаймын деп ойлаймын. Ол кезде де жарақаттан кейін бірден әлем біріншілігіне қатыстым. Бабыма кіре алмай қалып формаға. Қазір таңда да мен мысалы 2 аптадан кейін или 1 айдан кейін жаттығу бастайтын шығармын. Бірақ оған да арасы аз уақыт болып қалады, өз формама кіре алмай қаламын. Сосын тағы кім кінәлі, Сәкен кінәлі. Сол болады да. Сол үшін екі әлем біріншілігіне қатыспайтын шығармын деп ойлаймын мен. Ол бабыма кіре алмайтын шығармын. Өз шешігім, ішкі түйсігім, жүрегім тыңдап, ақылым тыңдап жатқаным сол болып тұр. Енді бірақ сіз айтып жатсыз ғой, екі әлем біріншілігі деп бір бәсекелестік төмендеу болып қалған сияқты. Екі әлем біріншілігі болды. Мысалы, ИБАның несіне Америка, Ағылшын, Украина деген сияқты елдер келмейді. Мына неге World Boxingға Россия бармайды, солай сияқты. Негізі бір ұжым болған дұрыс, бір әлем біріншілігі бір ұйым болды. Бір ұйым болған кезде сол бәсекелестік жоғары, сен сода чемпион бол десе, қай әлем чемпионатында деген сияқты. 25 жылы десе, қай салмақта, қай әлем біріншілігінде деп ше. Дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ енді қазіргі саясатқа байланысты сондай орын алып тұр. Енді ол жерде World Boxing'дің салмақтары кішкене басқашалау, ИБАның салмақтары басқашалау. World Boxing салмақтары ауыр салмақтарға жақсылау шығар, 5 килограмм арасы. Бізде мысалы 50-55 деген салмақтың арасы 5 килограмм кішкене ауырлау болады жеңіл салмақтарға. Мүмкін болашақта ауыстыратын шығар, ол қалай болатыны белгісіз. Жақында желіде журналистер жазып жатыр, 50-55 болса онда Сәкен мен Махмұт железні қайтадан бір-бірімен бокстасады, таласады бір салмаққа деп. Мүмкін сондай болды, мүмкін көреміз ғой. Әлі жаттығуымды жасаймын, сосын салмақтар қалай болады, сосын көре жатырмыз ол жағын. Нақты шешім қазір айта алмаймын. Түсінікті. Сәкен, осы боксқа сіз ең алдымен өзіңіздің туған жеріңіз Өзбекстанда бардыңыз, иә? Бір кейін оқып қалған бар, кейін Қызылордаға келген екенсіз, иә? Ең алдымен қай жаққа келдіңіз? Жалпы Қазақстанға жол қалай ашылды? Неліктен Қазақстанға барам деп шештіңіз? Енді біздің білем, Өзбекстанда қазақтар көп қой. Енді ояқтағы әрбір қазақ боксшының жеңісіне қуанып жатамыз. Бірақ енді кейде қатты қуанамыз деп оларға бір кері әсеріміз тигізіп қоямыз ба деп те ойлаймыз. Өйткені сол жақта қалды ма Өзбекстанда, сол жақтың азаматы ма, сол жақтың боксшысы деп қабылдаймын да өзім осы күні. Бұрын мен де қазақ боксшысы ана жақта мына жақта деп жүретінмін. Қай елде қазақ болса қуанып. Қазір де қуанып тек олардың жеңісінде тілеулес боламын, бірақ өзім енді сол жақтың боксшысы ма, сол жақтың адамы деп қабылдаймын. Өзің енді Қазақстанға жол қалай ашылды? Әкеңізден айырылған екеңізде сол кездерде жалпы осы жолыңызды айтып өтесіз бе Қазақстанға? Енді бірінші кезекте мен боксты өз үйімде бастадым десем де қателеспеймін. Бокстың бас қыр-сырын, әліппесін дейді ғой. Абиба бәрің бір залда жаттықтыңдар, иә? Сол рас па, әлде бір ауылдансыңдар ма әлде? Бір ауылдан, ауылымыз жап-жақын. Бір аудандамыз ғой. Аудан кішкене ауылдар бөлектеу болады, бірақ жап-жақын ауылымыз. Бақыт Сәрсекбаев ағамыз, барлығымыз бір аудан, бір ауылдарымыз бір-біріне жап-жақын. Енді мен өзім ағам бокстың әліппесін үйретті. Өзім ағам боксшы. Сол ағама қызығып, сол басында мен футболды жақсы көретін, футбол жақсы ойнайтын. Мен спорт интернатының тренерлері, футболдың тренерлері мені футболға кел деп шақырған. Сөйтіп әке-шешеме де айтып, әке-шешем футбол бармайсың ба деп. Уже ол кезде бокс бастап қойған мен. Сөйтіп ағам айтты маған, футбол ол командалық спорт. Сен ол жерде жақсы өзің еңбек етіп, мықты болғанмен командаластарың кішкене осалдау болып, дұрыс нәтижеге жете алмай қалулары мүмкін деп. Ал бокста сен өзің ғана бапкеріңмен еңбек етсең, биік шыңды андырасың деп.
сосын сол бокс таңдағам. Боксты ағам үйретіп бастады. Сосын алғаш рет осы Алматыға шаңырақ интернаты бар ғой, спорт интернатына 7-ші сынып бітірген соң осында тапсырдым. 7-ші сыныпта тапсырдым, мен алмай қояды интернат, шаңырақ алмай қояды. Сосын қайтадан ауылға барып оқимын өз мектебімде. Сосын 7-ні бітіп, сосын тағы келесі жыл тағы тапсырамын шаңыраққа. Екінші мәрте келіп жатырмын, екіншісіне қайта алмай қойдым мен. Сосын ауылға баратын болсаң, әке-шешеңе сөз естеді, кімнің мына балдары оқуға түсе алмапты ғой деп, қайтып келіпті ғой деп. Сосын өзім ағам Қызылордада оқыған, спорт интернатында оқыған. Сол спорт интернатына хабарласады, інім бар, оқуға аласыздар ма деген сияқты, көрейік деп ініңді жібер дейді. Ол жақ мені оқуға қабылдады. Спорт интернатында оқыдым, Жалаңтөс Баһадүр деген. Сол интернатта 9-шы сыныпты бітіріп, сосын ағам осы РКС-те оқитын еді, Алматыда. Сосын біздің әке-шешеміз енді Өзбекстанда ауылда тұрғаннан кейін қасына алмақшы болды. Қасымда боласың, қасымда жаттығасың деп. 9-шы сынып бітіргеннен соң Алматыға шақырды. Сосын мен барлық оқу документтерімді алып келіп, Алматыда бірінші спарринг болады. Спаррингтан өтем, екінші емтиханға құжаттарым дұрыс болмай үлгермей қалам. Екіншісі турник болсын, жылдамдыққа жүгіру, сондай емтихан еді. Сосын ағам басшысына кіреді, басшысына айтпай қойын, жамалғандай болдым. Ол кісі мені алмай қояды, орнына бала алып қойдық деп. Оқу жылы басталып кеткен, сентябрь болып жатыр. Қолымда документтерім еш жерде жоқпын. Сөйтіп Алматы алмай қояды мен. Сөйтіп Шымкентте жиендерім үйде тұрмын. Сол жерде жұмыс жасап, сосын енді бір арамай қойған, кішкене неге кірсең, оқуға кіріп, хотя документ диплом алсақ деп ше, колледжге тапсырып болсын, ақшасын төлеп, сосын бокс қоям ба деп сондай ой болды. Сосын ағам айтты, сен бокс қойма, жаттығуын жасай бер, оқуыңды өзім төлеп тұрам деп. Сосын осында кісі Қуатбек Қадырбек деген кісі септігін тигізіп, ол кісі өз үйіне жатқызып, сосын мен оқуға түсіп, оқыдым, сол кісінің үйінде өз балдарындай көрді. Ол кісіге де алғысым шексіз. Алматыда ма осы? Жоқ, ол Шымкентте. Мен 2-3 рет Алматы алмай қойды ғой, сосын Шымкентте қалдым. Бәрі қайырлысы ғой, бәрі Алланың қалауымен сол дұрыс болған шығар. Содан кейін жақсы нәтиже қол жеткіздім ғой. Сөйтіп Шымкентте кісінің үйінде жатып, сол кісі маған қарады. Одан соң Мырзағали Айтжановқа ауыстым. Мырзағали Айтжановқа ауысқаннан кейін, Аллаға шүкір, жақсы нәтиже қол жеткізе бастадым. Солай болған негізі. Алматыға түспей 3 мәрте оқуға түсе алмай, сөйтіп Шымкентке, Алланың қалауымен сол Шымкентте оқып, сол жақта бітіріп. Мырзағали Айтжановтың көзіне түсіп дейсіз ғой. Иә, Мырзағали Айтжановқа ауысқалы бері, Аллаға шүкір, үлкен нәтиже қол жеткіздік қой. 2021 жылы әлем чемпионатынан кейін үйлендіңіз, шаңырақ көтердіңіз. Отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз, сіз Токиода өзіңіздің бір қарындасыңызға күшті сыйлық әкелдім дегенің есінде айтпаймын, бірақ те. Анаңызға үнемі қуантып, сыйлық жасап, балалар, 3 ұлсыздар, е? Иә, 3 ұлмыз, 2 ағам бар, ең кенжесім мен. Енді мен Токио олимпиадасына бара жатқан кезде анамның батасын алып, әр жарыстың алдында анамның батасын алып, сол кезде анам айттым, анамның бар уайым қайғысы не еді ғой, балдарымды барлығын үйлендірсем, барлықтан келін болса, сосын үйлерін алып берем, қалай алып берем, әкең жоқ қой деп кішігірім сөйтіп ойлайтын. Сөйтіп мен бара жатып олимпиадаға, анашым, Алла қаласа жақсы үлесет көрсетсем, барлығы жақсы болады, уайымдамаңыз, маған ақ батаңызды беріңіз, Алла қаласа жақсы нәтижемен ораламын деп батасын алып шықтым. Аллаға шүкір, Токиоға баратын кезде мен ешкім ондай нәтиже күткен жоқ, шыны керек. Ең соңғы лицензияны өзім ұтып алдым. Сосын Махмұт бару керек деп мен ешкім медаль күткен жоқ. Бірақ бара жатқан кезде олимпиада мен соңғы әуесқойдағы соңғы жарысым деп бардым. Қалай жекпе-жекке шығам, ең соңғы жекпе-жегімде шықтым. Сол жерде Аллаға шүкір 4 кездесу өткіздім, 3 кездесу жеңіске, 4-ші жартылай финалда жеңіліске ұшырап, қола медаль алып келдім ғой. Сол кезде бір өмірім бірден аяғасына өзгеріп кеткендей болды. Әлем чемпионы, қола жүлдегері. Олимпиаданың қола жүлдегері. Бара жатқан кезде қазір Инстаграм желісі бар. Инстаграм көп мән бермейді. 5 мың ақ па
подписчик едім енді. Әр бойдан соң подписчиктер тіркеліп маған қолдау жасап, кәдімгідей олимпиада деген бөлек екен ғой деп ше. Сол кезде олимпиаданың аурасы да бөлек негізі. Бірінші барған кезде маған өте қызық болып, кәдімгі результат көрсеткен сайын бір аш болып тұрдым ғой негізі ше. Бір азарт пайда болды ма? Иә, әр жекпе-жектен кейін адамдар қолдауын білдіріп, сосын олимпиаданың қола медаль жеңіп келген кезінде уже маған жаңағыдай көлік берілді, уже елде қолдау көрсетілді, көрген адам сенімен суретке түсуге болма деп ше, басқаша сен уже жүріс-тұрыста бәрін дұрыстай көріп қой, ел қарап отыр, қанша жастар сенен тәрбие алады, сөйлеу дұрыстау керек, бармайтын жерге бармау керек екенін дұрыстап деп, сол кезде бір өмір басқа жағынан өзгеріп, одан соң әлем чемпионы болып, Аллаға шүкір, бірінші 2019 жылы әкеміз дүниеден өтті, қайтыс болды. Сол кезде ауылда үйіміз саттық. Ауылда үй теңгемен 7 миллион теңге саттық қой. 7 миллион теңге болды ше. Енді жақсы баға саттық негізі ауылда. Өзбекстанда, иә? Енді ауыл жерде тұрамыз. Сосын Шымкентке келген кезде 7 миллион теңге тек жер ғана аласың. Жер қаланың ортасына ала алмайсың. Сол бірінші әлем біріншілігінен қола медаль алып келген кезде жаңағы қаржылай көмек болды, жаңағыдай нәтижемізге байланысты, еңбегімізге байланысты әкімшіліктен, федерациядан, жаңағы министерство жақтан, жаңағы спорт комитеттен ақшамызды алдық. Сол ақшаларын қосып, сосын өзім Астана Арланста 2018 жылы Астана Арланс құрамында болдым ғой. Сол кезде айлығым түсіп жүрген кезде айлығын бәрін жинап жүретін, Алла қаласа керегіме жаратам, осы үй алам деп ше, Жилстройбанк деген бар, осыған жинап жүрген. Сосын сол ақшаларын қостым. Соның өзінде дайын үй алайын деп ойлаған ғой. Анам қиналмасын деп квартирада тұрдық, үй іздедік қанша уақыт. Біздің бағаға, бізде қолда ақшаға дұрыс үйлер келмейді. Аллаға шүкір бір нәсіп болған бір үйді алдық. Соның өзінде кредит алдым негізі. Кредит алуға болмайды ғой, бірақ сол кезде алып, Алла қаласа жақсы нәтиже көрсетсем, бірден жауапсам деп. Сосын олимпиададан кейін, сол әлем біріншіліктен кейін бірден кредит жауапсам, осымен кредитке жолмаймын деген. Сол кезде үйлі болдық, машиналы болдық. Аллаға шүкір, қазір таңда анам бақты, 3 ұлымды үйлендіріп, қазір немерелері бар, барлығын қызығын көріп жүр. Бір өкінішті, менде енді әкем өмірден қайтты. Әкем өз ойлаймын, жақсы нәтижеге неге ертерек қол жеткізбедім деп. Әкеме менде көлік сыйлағым келген, әкеме жақсы үйде тұрғызып келген, әке-шешемді үй салып беріп, көлік беріп, әкемнің қызметін жасағым келген. Әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді ғой. Әкем маған тәрбие берді, мен үшін емес, 3 ұл үшін қаншама еңбек етті, егіншілікпен де айналысты, жаз бойы тауға барады, егін егеді, осы балдарым кем болмасын ешкімнен, оқысын деп, осы әкем мен анама алғысым шексіз. Балдар үшін инвестиция дейді, былайша айтқан кезде біз үшін ешқандай ақшаны аямай, қанша өздері қиналып, өздері тамақ жеді енді, былайша айтқан кезде еңбек етті да, күн түн демей еңбек етіп, сол әкемнің ерте қызметін жасай алмай, әкеме көлік сыйлай алмадым деп іштей өкінемін, неге ертерек қол жеткізбедім деп ше. Жақсы результат ерте бергенде әкем менің нәтижелеріме қуанып, енді 2019 жылы жайлы бірінші әлем біріншілігіне әлі бармаған кезде еді ол кісі. Ауырып қайтыс болды ма? Иә, рак ауру бар ғой, жаман ауру, бір жарым жыл төсек тартып жатты. Әкем өте қиналды. Сол кезде мен де жаңағыдай әкем қасына барайын десем, сол кезде ағам, сен боксыңды тастама, еңбек ете бер, мен әкем қасында боламын деп үлкен ағам септігін, демеуін беріп, әкем қасында өзі қарады. Ең қазір таңда әке орында да, қазір аға ретінде де жүрген осы 2 ағам бар, Аллаға шүкір. Енді өзі іштей өкінетін сол менде. Әкемнің былайша айтқан кезде инвестициясы қазір енді нәтижесін беріп жатыр ғой, Аллаға шүкір. Көлігіміз бар, үйіміз бар. Анаңызға көмектесіп жатырсыз. Анама көмектесем қазір, әкем көрмеген барлық қызықты бір нені қызмет жасамағанды бәрін анама жасағым келеді. Ата-ананың разылығын алу керек қой. Ата-ананың разылығын алып, ата-ананың батасын алсаң, тек қана жақсы нәтижеге қол жеткізетінің сөзсіз. Алматыға көшіп келдім деп жатсыз. Алматыдағы үйді өзіңіз алдыңыз ба?
қазіргі таңда иә өзім үй алдым, осында тұрмын. Енді уақытша көшіп келгенмін. Негізі мен енді Түркістанның атын ашамын ғой. Қазіргі таңда енді бір-екі себепке байланысты негізі Алматыға көштік. Қаланың өмірін үйреніп жатырсыз ба? Қаланың өмірін үйреніп жатырмық. Иә, Алматы қалай екен? Алматы кептеліс деген көп кептеліс уақытын кетеді екен біраз. Шымкентпен салыстырғанда. Шымкентте бір тез 3-4 жұмыс бітіріп тастайсың күнде. 4-5 жұмыс бітіріп тастауға болады. Алматыда бір жұмыс, ары кетті 2 жұмыс бітіресің бір күнде. Жалпы осы сіздің боксыңызға да құрметтеп, сыйлап, демеушілік танытып жүретін бір ағаларыңыз бар ма? Қолдап жүретін? Әрине, ағаларым өте көп. Қиын кезде де, жақсы нәтиже көрсеткен кезде де қасымда болып, демеуін беріп жүрген. Енді әрқайсының атын айтпай қойын, ол кісілер біледі, ол кісілерге өте алғысым шексіз. Мен мысалы әлем чемпионатында, Азия ойындары, Олимпиада ұтылып қалған кезде де маған демеуін беріп, ақыл кеңесін айтып жүретін. Былайша айтқан кезде жақсы әрқашан көмегін аямайтын ағаларым бар. Өздері біледі, енді әрқайсының атын айту шарт емес деп ойлаймын. Жалпы Қазақстан құрамасында қазіргі құрам немесе бұрынғы құрам алдыңғы болған ағалар ішінен сен үшін елдегі ең мықты боксшы кім өзің үшін? Сөзсіз жоқ деп айтатын, сөзсіз осы деп айтатын кім? Немесе қазіргі құрамда кімді қатты сыйлайсың, кімнің боксын? Бокс жағынан ба? Бокс жағынан. Енді әуесқойлар арасында ең мықты результат Серік Сәпиев ағамызда ғой. Одан кейін екінші орында Данияр Елеусенов ағамыз. Сосын Олимпиада чемпион болған Бақтияр Артаев ағаларымыз, олардың тек қана бокс емес, маған сөз әдебі, сөйлеу мәнері, жүріс тұрысы, өздерінің ұстаулары жағынан өте ұнайды маған, құрметтеймін. Енді одан кейін өзіміздің ұлттық құрамада 2 олимпиада бірге барған Қамшыбек Қоңқабаев ағамыздың бокс жағынан ақыл кеңесі, қасында жүріп, ол кісімен біраз нәрсе үйренуге болады, мықты кісілердің бірі. Сол ағаларымыз бар. Енді қазіргі таңда енді біз ұлттық құрамада ең үлкендердің бірі болып қалдық қой. Теміртас ағамыз бар, Теміртас Жүсіп ағамыз. Одан кейінгі біз енді 97-ші жылғылармыз ғой. Жасымыз 27-28-ге толады, Алла қаласа. Енді үлкендердің бірі болдық. Қазіргі таңда ұлттық құрамада бізден кейін жастар бар. Енді жастар бізден әрқашан ақыл кеңесін сұрап, қалай жасау керек, былай жасау керек баға деп сұраған кезде әрқашан көмегімізді, ақылымызды беруге тырысамыз. Енді жаңа биылғы әлем чемпионаттарына қатыспайтын шығармын деп отырсыз. Сіз үндемей кәсіпқой боксқа кетіп қалайын деп жатқан жоқсыз ба? Жоқ, ондай кәсіпқойдан емес. Кәсіпқойдан бір-екі ұсыныстар болған. Енді қазіргі таңда әуесқойдан. Мүмкін енді бабыма кіріп жатсақ, енді қатысамын деп айта алмаймын, бірақ енді ұлттық құраманың бас бапкерлері шешеді, кім бабында болады, сол жігіт барады деп ойлаймын. Кім барса да мен шын ниетпен, шын жүрекпен тілектеспін. Барған адам жақсы нәтиже көрсетсе, елдің намысын абыроймен қорғаса, қазақтың туын көкке көтерсе, қазақтың әнұранын шырқатса, мен өте қуанамын. Мен салмағымда болса да, менен төмен салмақ, менен жоғары салмақ болса, көреалмаушылық деген жаман нәрсе ғой. Алла сақтасын, ешқандай ондай бір менен мықты результат көрсетіп жатса, мен қуанамын. Ондай дүниелік нәрселерден мен өзімнен төмен қараймын ғой. Өзімнен алдыларға тек айтқан ғой, дін бойынша да тақуалы, иманды адамдарға жоғары жаққа қараңдар деп. Ал өзімнен жақсы нәтиже көрсетіп жатқандарға ондай көреалмаушылық танытпаймын. Алла сақтасын. Жақсы, рахмет Сәкен. Сәттілік тілейміз. Тезірек оңалып, ұлттық құрамаға ортамызға оралыңыз. Амин. Алла рахмет.